Жалпақтал ауылындағы Ғинаят Молдашев атындағы мектепті биыл 29 бала аяқтап жатыр. Оның 5-еуі алтын белгіге үміткер. Бүгінгі мектеп бітірушілердің мерекесіне осы мектепті 15, 20, 45, 50 жыл бұрын бітірген түлектерде келіп, салтанатты жиынға қатысты. Оқу жылының қорытындысы бойынша 11 жыл бойы өте үздік оқыған 5 түлегіміз алтын белгіге үміткер. Биылғы жылғы түлектердің арасында республикалық, халықаралық деңгейде жүлделі орын алған пән олимпиадасынан, ғылыми жобадан орын алған шәкірттерімізді біз өте мақтанышпен айтып, мектеп қабырғасынан үлкен өмірге аттандырғалы отыр. Салтанатты жиында ата-аналар, ардагер ұстаздар мектеп бітіруші түлектерге ақ жол тіледі. Ал адам баласының өмірінде есте қалатын осы сәт мектеп бітіруші түлектер үшін де, ұстаздар үшін де тебіреніске толы. Мен жалпы еңбек өтілім осы 10-шы жылымда аяқтап жатырмын. Ал бұл сынып 5-ші сыныптан алған ең алғашқы ұстаздық жолдағы алғашқы түлектерім менің. Қандай сезімде тұрсыз? Өте қобалжып тұрмын, қимастық сезімі бар. Әрине үйреніп қалдық, 7 жыл деген аз уақыт емес. Сондықтан да өзімнің түлектеріме ақ жол тілеймін, сәт сапар, алдағы мақсаттар, армандар орындалып, ұбт-дан жоғары балл жинап оқуға түссін деп тілегім келеді. Бүгін мінекей мектеп табалдырығымен қош айтысып жатырық. Болашағымыз жарқын болғанын қалаймын. Алдағы уақытта ұбт-дан жоғары балл жинап, өзіміз ұстаздарымызды, аталарымызды қуантқым келеді. Жалпақтал ауылында түлектер арасында жақсы дәстүр бар. Әр жылдары түлектер ауылға сый жасайды. Бүгінде мектеп түлектері сыйлаған 35 нысан бар. Ауыл әкімдігі қазір сол нысандарды мемлекет балансына алып жатыр. Алдыңғы жылдан бастап біздер дейтін осы түлектердің берген тартуларын біз иесіз мүлік ретінде танып, соттан өткізіп, соны қазір заңдастыру жолдары жұмыстар жүріп жатыр. Осы қазір 18 нысанды заңдастырып жатыр. Қалғандарын да осылай заңдастыратын боламыз. Достар, қайырлы күн. Мен дәл қазіргі уақытта Жалпақтал ауылында тұрмын. Менің артымдағы республиканы бір аптадан бері шулатып жатқан ынтымақ мұнарасы. Мұны ауылдың 2006 жылы мектеп бітірген түлектері өз қаражаттарына тұрғызып отыр. Бұл мұнараны тұрғызуға 1 жыл уақыт кеткен, ал 2006 жылы осы Жалпақтал ауылында 7 класс болып 160 бала мектепті аяқтаған. Осы ауылымыздың түлектері 2006 жылғы түлектердің бәрін бір ауызбіршілігі болып, осы чатта ынтымақ мұнарасын тұрғызамыз деген оймен салынған идеямыз өзіміздің. Оған әрбір түлектің маңдай тері тамды деп айтуға болады. Және де осы ауылдағы кәсіпкер ағаларымыз қолдау білдіріп, осындай бір жетістіктерге жетіп жатыр қазіргі таңда. Бұл ауылда түлектер қаржысына бой көтерген 36-шы нысан. Париждегі Эйфел мұнарасының көшірмесін тамашалауға келген адамдар көшірменің түп нұсқадан көп айырмашылығы жоқ дейді. Парижде мен болдым, осы Эйфел мұнарасының алдында, және күндізде кеште де ұқсастығы бар. Жалпақтал ауылында түлектер бүгінгі күнге дейін 1 миллиард 200 миллионға тарту жасаған. Жанат Көшкінбай, Наурыз Қалитов, Жайық пресс.